Джокер, ессіз екеу киносы 2024 жылдың ең нашар фильмі болмақ. Жыл сайын ұйымдастырылатын алтын таңқурай, яғни Золотая малина пародия сыйлығының ұйымдастырушылары киноиндустриядағы ең нашар жұмыстарды марапаттау үшін үміткерлер тізімін жариялады. Тізім басында Джокердің екінші бөлімі көш бастап тұр. Хоакин Феникс пен Леди Гага ойнаған Джокер, ессіз екеу фильмі өткен жылы көрермен көңілінен шықпай шығынға ұшыраған еді. Ал енді ең нашар режиссура, ең нашар сценарий, ең нашар ер адам және әйел адам образдары, ең нашар сюжет, экрандағы ең нашар дуэт, ең нашар сиквел номинацияларына үміткер болуда. Режиссер Тодд Филлипстің картинасы 2024 жылы экрандарға шығып сынға ұшырап еді, ал енді күлкілі номинацияларды жеңіп алайын деп тұр. Айтпақшы достар, алтын таңқурай кино марапаты жыл сайын өтеді. Яғни өткен жылды қорытындылай келе ең нашар фильмдерді, ең нашар әртістерді, ең нашар режиссер мен сценарийлерді іріктеп, нашар жұмысы үшін арнайы марапаттайды. Бұл біреулер үшін мазақ ету премиясы болса, біреулер үшін қателіктерді түзетуге берілген мүмкіндік секілді. Арнамыздан қызықты ақпараттар алу үшін төмендегі подписация батырмасын басып жазылып алыңыз. Жуырда жұлдыздардың өміріне шолу жасауды жалғастыратын боламыз.